Саламатсыздар ма оқушылар? Мінекей бүгін біз 3-ші тоқсанның алғашқы логопедия сабағын өткелі отырмыз. Біз әдеттегідей логопедиядан біз тілімізге жаттығу жасаймыз. Біз Машамен жасадық, Аюмен жасадық жаттығуды. Енді бүгін бізге мынандай маймыл келді. Оның есімі макака екен. Қайда қайталайық? Макака деген маймыл келіп тұр. Бізге көңілді жаттығуларды жасауға көмектесемін дейді. Қанекей, ернімізді осылай күлімсіретеміз. Жарайсыңдар. Енді және піл болып жасаймыз, піл жаттығуын жасаймыз. Жақсы. Енді забор немесе қақпа, тісіміздің үстіне тісімізді қоямыз. Жарайсыңдар. Ендігі жаттығуымыз біздің окошко дейді, немесе терезе дейді. Аузымызды барынша ашамыз. Үстіңгі және астыңғы тістеріміз көрініп тұру керек. Және тіл өте өзінің қалпында спокойно тұру керек, қалыпты күйде. Неге? Неге тіліміз астыңғы тісіміздің артында тұр, орнында. Жақсы, окошкамызды жасадық біз. Жарайсыңдар. Енді жай ғана құймақ, жай ғана тілімізді сыртқа шығарамыз. Жақсы. Неге? Біз бірнеше жаттығу жасап тастадық, бізге маймыл көмектесіп жатыр, өзінің барынша сіздермен жалығып кетпес үшін әртүрлі жаттығуларды бірге жасауға көмектесіп жатыр, Жақсы. Енді сағат жаттығуын макака маймылда біледі екен, Қанекей, тілімізді оңға, солға. Жарайсыңдар. Макака да өте жақсы жасайды екен. Енді тәтті тосап тілімізге, үстіңгі ернімізге, астыңғы ернімізге тосап тиіп кеткен делік, оны біз жалап аламыз. Тәтті тосапты жасадық. Енді тіс тазалаймыз макакамен бірге. Неге астыңғы тістер тазалап жатыр бізде макака. Енді мен сіздерге үстіңгі тісті тазалауды көрсетемін. Тіс тазалауды біз 3 түрлі бағытта жасауымызға болады, Неге тістерімізді біз тілімізді тісімізге тигізу арқылы біз тазаладық. Енді былай да тазалау болады екен. Тіл тісті итеріп шығатындай қылып, сол кезде біз тілдің ұшын біз жаттықтыратын боламыз. Неге? Енді және әр тісті санап алуға да болады екен. Әр тісімізге біз тілімізді тигізіп шығамыз. Жақсы, енді соңғы жаттығу неге сырғанақ дейді, горка. Неге біз сырғанақты да жасадық. Жарайсыңдар балалар, біз макакамен бірге артикуляциялық жаттығулар жасадық тілімізге. Сау болыңыздар. Жаттығуларды қайталап, кері байланыс жіберулеріңізді сұраймын.